телефонымызды компьютерге қосамыз. Осы программаны ашып, фото дегенге кіреміз. Осы жерде сіздің телефоныңыздағы барлық фото-видеолар шығады. Маңызды болған барлық фото-видеоларды таңдап, экспорт дегенді басып, компьютерге көшіріп аламыз. Мен год дегенді таңдап, 21-22 жылғы барлық видеоларды көшіріп алдым. Себебі видеолар ең көп орын алады. Көшіріп болғаннан кейін толығымен жазылғанда көз жеткізіңіз. Енді телефоныңыздан өшіріп, орын босатсаңыз болады. Видео ұнаса сақтап қойып бөлісуді ұмытпаңыз. iPhone-дағы фото және видеоларды компьютерға көшіріп, көптеген гигабайттарды босатамыз. Компьютерға 3utils деген программаны жазып алып, телефонымызды компьютерге қосамыз. Осы программаны ашып, фото дегенге кіреміз. Осы жерде сіздің телефоныңыздағы барлық фото-видеолар шығады. Маңызды болған барлық фото-видеоларды таңдап, экспорт дегенді басып, компьютерге көшіріп аламыз. Мен год дегенді таңдап, 21-22 жылғы барлық видеоларды көшіріп алдым. Себебі видеолар ең көп орын алады. Көшіріп болғаннан кейін толығымен жазылғанда көз жеткізіңіз. Енді телефоныңыздан өшіріп, орын босатсаңыз болады. Видео ұнаса сақтап қойып бөлісуді. Міне көрдіңіздер ғой, 3utils деген компьютерден жаңағы осы программаны жазып аламыз. Бірақ мына жерде байқаңыздар, не защищено деп тұр. Осы жерге қатты мән беру керек. Яғни iPhone-дағы бүкіл сурет видеоларды осы программа арқылы қосып, сурет нелеріңізді өткізіп аласыздар. Маған бір ұнамаған жері бұл жер не защищено деп тұр. Осыған да мән беру керек. Мына мегабайттары мына жерде бұны 3utils версия 265, 63, 62 дейді. Вот, осыларға мән беру керек. 3utils деген программа. Некеңіз бәрі ағылшынша екен, бірақ бұны орысшаға аударуға бола ма екен, ол жағын білмедім. В принципе, аударуға болады. Мына жерінде значок болу керек негізі. Міне былай жазасыздар ғой. 3utils. Шығады. Анда басуға болады. Скачать ПК бесплатно дегенде бар. Может, осыны көреміз. Жоқ бұл емес. На Windows депті. Мынауында көшірсе болады. Но мән беру керек мына жерде. Защищено деген болу керек та. Не защищено деген сөз болса қажет жоқ. Вирус кіріп, анау-мынау болып, компьютерлеріңіз құрып жүреді. Жақсылап танысып алу керек. Некеңіз. Бесплатный программа Windows, Android. Аны басасыздар, сіздерге установка жасалады. Вот. Келесте жақсылап скачать етіп көріп, жұмыс істеп көріп, сол кезде несімен жақсы істейтін, істемейтін туралы бөлісетін боламыз. Всем удачи!